Сәлем достар, бүгін сіздермен біз дәмі керемет болып шығатын ұйғыр самсасын дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шығады. Алдымен ұнымызға жарты шай қасық тұзымыз салып, және де оған шамалы бөлме температурасында тұрған майымыз салып, осылайша қолмен әбден езіп крошка жасайтын боламыз. Осылайша крошка жасап алған соң бөлек дайындап қоямыз. Тағы да бізге жұмыртқа және де сметана қажет болады. Менде сметана болмағандықтан, яғни қаймақ болмағандықтан мен сливки пайдаландым. Негізі сметана пайдаланған дұрыс. Қайсысы болады, соны пайдалансаңыз болады. Осылайша крошкамызға жұмыртқа мен қаймағымыз салып, осылайша әбден араластырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермеңіз. Ұнды жәймендеп отырып салып, осылайша қамыр жасайтын боламыз. Оның барлығын салып, бірден салып жіберсеңіз, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылайша қамырымызды 16-18 бөлікке бөліп аламыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп бөлсеңіз болады. Қатты үлкен қылып жасасаңыз 14 бөлікке бөлсеңіз де болады. Қонақ келгенде, бірақ осылай майда етіп пісірсеңіз әдемі болып шығатын болады. Осылайша қамырларымыздың барлығын домалақ етіп жайып алатын боламыз. Қатты қалың болып кетпеу керек, әдемі шықпай қалады самсамыз. Видеомызда көрініп тұрғандай осылай шамалы жұқалау етіп жаятын боламыз қамырымызды. Мінекей барлығын жайып болған соң алдын ала фаршымызды дайындап қоямыз. Мен фаршқа асқабақ қостым. Асқабақ өте пайдалы болғандықтан асқабақпен жуа салып, фаршқа осылайша алдын ала дайындап алдым. Осылайша қамырларымызға фаршымыз салып шығамыз. Фаршымыз салып болған соң түйіп шығатын боламыз. Біздің қамырымыздың аты песочный теста, яғни песочный қамырымыз. Песочный болғандықтан біз самсамызды үш-бұрыш етіп түйе алмаймыз, өйткені әдемі шықпайды. Міндетті түрде осылайша жарты ай сияқты етіп түйуіміз қажет. Өйткені мен бір рет жасап көрдім, үш-бұрыш етіп түйсек самсамыз әдемі болмай қалады. Сондықтан осылайша түйіп шығатын боламыз. Өте әдемі болып көрінетін болады. Осылайша самсамыздың барлығын түйіп болған соң тапамызға салып, бетіне жұмыртқамыз жағып шығатын боламыз. Бір жұмыртқаның сарысына бір қасық сүт құйып, осылайша самсамыздың бетіне жағып шықтым. Самсамыз әдемі болып көріну үшін бетіне осылайша күнжіт сеуіп шықтым. Күнжіт міндетті емес, бірақ қонақ келгенде күнжіт сеуіп осылай пісіретін болсаңыз, самсаңыз керемет болып шығады. 200 градус, 250 градуста самсамыз пісіріп алатын боламыз. Мінекей өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецептім ұнаса каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаның сарысын өзін жақсақ, қатты қою болып қалады. Сол себепті шамалап бір қасықтай сүт қосып жіберсеңіз өте әдемі болып шығатын болады. Самсамызға сән беретін. Осылайша мен күнжіт сеуіп шықтым. Самсамыз әдемі шығу үшін күнжіт сепсек, самсамыз өте әдемі болып шығады. Қонақ келгенде де самсаны осылай пісірсек керемет болып шығатын болады. Балаларыңызды сүйсініп жейтін болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып ұмытпаңыздар.